Алдыңғы видеода сары жараға әкелетін қандай факторлар бар екенін, сары жараның шығу себебін және оны қоздыратын бактериялар туралы толық айтылды. Ал бұл видеода сары жараның толық емін айтып өтеміз. Бірінші ереже: сары жарамен ауырып жатқан баланы суға түсіруге болмайды. Яғни 4-5 күнде суға түсірмейміз, моншаға апармаймыз және мочалка қолданбаймыз. Егер суға түсірсеңіз, денесіндегі сары жаралар басқа сау дене бөліктеріне таралып кетеді және тырнағын уақытылы алып отыру керек. Себебі сары жараны тырнау арқылы, іріңдіктерді қыру арқылы да ол сары жара ұшып тарап кетеді. Екінші ереже: баланы киіндірген кезде денесін қысып тұрмайтын, терісін тітіркендірмейтін, терлетпейтін таза материалдан киімдер кигізу керек. Және баланың өзінің жеке сүлгісі болу керек, ал ол сүлгіні өте ыстық суға жуу керек. Бұл кезде бала 10 күндей мектепке, балабақшаға бармауы керек. Ал енді еміне келетін болсақ, ең бірінші этап ол антисептикалық өңдеу. Бұл кезде теріні сутегі тотығымен, хлоргексидинмен, павидон йодпен, фукарцинмен және зеленкімен тазартып аламыз. Бұл антисептикалық өңдеуді күніне 2-3 рет жағып, 7-14 күнге дейін қайталаймыз. Негізінен зеленка мен йодты басқа жоғарыдағы жаңа айтып өткен хлоргексидин, сутегі тотығы болмай жатқан кезде қолданған дұрыс. Себебі бұл зеленка мен фукарцин сары жараның жазылып бітуін ұзақ уақытқа созып жіберуі мүмкін. Енді оны басқа препараттар жоқ кезде қолдануға болады. Одан кейін екінші этап: құрамында стрептококқа, стафилококқа қарсы әсер ететін антибактериалды, яғни бактерияға қарсы майздарды қолданамыз. Оған құрамында мупироцины бар антибактериалдық майздар, яғни бактрабан, супирацин, баниацин және фуцидин, эритромицин, тетрациклин сияқты майздар жатады. Бұл майздармен күніне 2-3 рет жағып, бұның да ұзақтығы 7-10-14 күнді құрайды. Егер бұл майздар 2 күннің ішінде әсер етпей жатса, антибиотикті ішке қабылдаймыз. Ол бета-лактамға төзімді антибиотиктердің қатарына жататын препараттар. Мысалы, флемоксин солютап, аспамоксты ішке қабылдауға болады. Және теріге қосымша жергілікті стероидты препараттарға жататын геоксизон майзін қолдануға болады.